Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Әсем бүгін қалыңдық салатын жасаймыз. Салатымыздың құрамы төменде жазылған. Суға піскен тауық етін 4 бұрышты етіп ұсақтап турап аламыз. Және оны бөлек ыдысқа саламыз. Суға піскен жұмыртқамызды турап аламыз. Және оны да бөлек ыдысқа салып қоямыз. Салат жапырағымызды ірілеу етіп турап аламыз. Осылай барлығын турап алдық. Енді салатымызды жинаймыз. Ыдысқа суға піскен тауығымызды саламыз. Оның үстіне жұмыртқамызды және ананасымызды саламыз. Оның үстіне салат жапырақтарымызды саламыз. Осылай барлығын майонез қосып араластырамыз. Енді тұзымызды саламыз. Салатымыз дайын. Енді ыдысқа салатымызды әдемілеп салып шығамыз. Бұл жерде мен үлкен ыдысқа барлық салатты салдым, ал сіздер екіге бөліп 2 тарелкаға салсаңыздар болады. Дайын салатымыздың үстіне әдемілеп грек жаңғақтарын сеуіп шығамыз. Салаттарымыз әдемі тартымды болу үшін черри қызанақтарын бөліп, шет-шетіне әдемілеп қойдым. Қалыңдық салаты осындай болып шықты. Өте дәмді, пайдалы, әрі тез жасалады, әрі дастарханға ерекше сән береді. Сіздермен болған Әсем. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.